Кітап нөмір 172 Әділ Балта деген бүркеншік атпенен әйгілі болған Балтабай Әділов атты жазушымыздың Үйітілген байпақ атты әңгімелер жинағы. Енді бұл Үйітілген байпақ деген бір әңгімесі ғана, бұның ішінде көптеген әңгімесі енген жалпы әңгімелер жинағы. Енді авторға келетін болсақ, бұл кісі негізі жаңа айтып өттік, шын аты Балтабай Әділов. 1949 жылы 1 мамырда Қарақалпақстан жерінде Мойнақ деген ауданда дүниеге келген екен. 1993 жылы Қазақстанға көшіп келген қандасымыз, балалар басылымда қызмет еткен көптеген жылдар газет журналдарда, және 2009 жылы Алматы қаласында 60-қа қараған шағында о дүниеге аттанған бұл жазушымыз. Сондай бір шығармасының барша көпшілік дені балаларға арналған әңгімелер, көбінесе орта сынып, бастауыш сыныптың балаларына арналған жаңағы әңгімелер. Енді ішінде көптеген әңгіме бар, бұның әр қайсысына тоқталатындай емес. Енді бірінші Үйітілген байпақ деген әңгімесінен басталады. Жалпы бұл Үйітілген байпақ деген әңгімесі көп жүрсін Ерсінбаев деген жаңағы баланың үйіндегі жұмыстың бәрін тындырып, анасының разылығын алып, жаңағы шанасын ұстап сырғанаққа шығуымен басталады. Сөйтіп анасы жұмыс істеп болғаннан кейін баласын рұқсатын беріп шығарады. Сол кезде бұған Әлібек деген өзінің досы келеді. Сол Әлібек шанасын алып каналға барып сырғанайық дейді. Ол жердің мұзы Мынауский дейді, жазылған. Шынында да каналды қазақша жап дейді екен. Жаптың мұзы өте жақсы екен, жылтырап жатыр дейді. Қызығып кеткен көп жүрсін әй-шайға қарамай шанасына отыра сап сырғанай жөнелген дейді. Жаптың орта тұсы әлі қатып үлгермеген екен. Екі байпағын тықты да алды дейді. Әйтеуір әрең дегенде шығып үлгерді дейді. Сөйтіп Әлібектің жаңағы үйіне барады. Анамнан ұят болады-ау деп. Әлібектің үйіне барып отырған кезде екеуі бірлесіп ошаққа от жақты дейді. Екі байпақта плита шетіне қатар қойды да кебуін күтіп біраз отырды дейді. Әлібек әңгімешіл бала, алғашында оны-мұны сөз қып отырды да бір кезде былтырғы қысқы каникулда атасының ауылына барғанын әңгімелей бастады. Атасы екеуі қансонарда аңға шығыпты. Жапан дала, аппақ қар, әдемі. Атасы қырғауыл атып алған. Қырғауыл болғанда қандай? Қауырсыны жылт-жылт етеді. Сеп-семіз аш болдың ба деп күледі атасы. Бұл басын изейді. Сосын атасы қырғауылдың қауырсындарын жұлып тастап жерге от жағып үйте бастайды дейді. Сол-ақ екен, көпшілісінің мұрнына көңірсіген иіс келді дейді. Танауын тартып жіберіп пеш үстіне қараса, мәссаған бір байпақ плита үстінде құлап түсіп, бықсып жанып жатыр екен. Ұшып тұрып жұлып алды, бірақ пайдасы не? Қонышының біраз жері ойылып қалыпты. Қап-қара боп бірден көзге түседі. Қап, енді анасына не дейді? Көп жүрсін жылап жібере жаздады. Әлбек те қатты қысылса керек, бұған жұбату айтып әлек. Бәрі сенен болды дейді көп жүрсін күйіп-пісіп. Адамды әңгімеге айналдырып, енді апам ондырмайды. Әлбек бір кезде ойланып тұрды да, тоқтай тұр деп тысқа жүгіріп кетті. Ұзамай қайта кірді. Қолында көп жүрсіннің байпағының аумаған бір қара байпақ. Өткенде менің інім Сағит та бір байпағын күйдіріп алған. Кәне киіп көрші, сиям екен. Көп жүрсін киіп көрді. Сәл тарлау сияқты, әйтсе де күйген байпақтың тәуірлеу. Не де болса апам байқамай қалса екен. Көп жүрсін шанасын сүйретіп үйге қайтып келеді. Бір аяғында басқа байпақ сәл көнелеу көрінеді, әрі тарлау, оқасы жоқ деді. Ішінен былайша байқалмайтын сияқты апасы ұрыспаса болды. Қандай сәттілік деп қуанды тағы. Сағиттың оң аяғының байпағы күйіпті. Менің де оң аяғым. Егер одан арғысын көз алдына елестеткісі келмейтін. Осындай әрқайсысы 4-5 беттік жаңағы әңгімелер. Осы секілді нан сатқан сатып алды, спортшы ораз, жұртта қалған, қалпақ болғым келмейді. Негізі бұл Қалпақстандағы қазақ қандастарымыздың да бір басындағы мәселесі. Қалпақ деп оларды жаңағы мазақ қып, сонымен бала кезде көп баламен жаңағыдай ерегесіп, төбелесіп қалатынбыз деп келтіреді. Әлі күнге дейін де бар мәселе. Әнестің әңгерегі үргенішбай үйрек көп, үргенішбайда үйрек көп, тарғылмасы кеңшіліктің кемшіліктері, көктемтайдың көктемі, побыр, күміскүлдің көжесі, ортақ сөмке, ауыл көркі, еңбектің рахаты, алабұзау, торуыл,
Ақсеңгірдегі шөу, даудың басы Дәрібайдың көк сиыры, соңғы аялдама Байбек баулыған бала, Қошқар неге қам көңіл, Алмас қылыш Ақымақ хан және тазша бала, көктем хабаршысы, қолды болған көк шыбық, көп күттірген көктем, жүз көйлек, күрек, қоларба деген әңгімелері бар. Енді әрқайсысын оқытып, негізі үйдегі балаларға, бастауыш орта буындағы балаларға оқытсақ, сондай бір жөн болатын әңгімелер. Бір жағынан тәрбиелік мәні бар, бір жағынан есейгенде оқысаң балалық шағың еске түсетіндей бір тамаша туындылар. Енді соңын жаңағы Фариза Оңғарсынованың сөзімен аяқтайық. Әділ Балта деген жігіт Ұлан газетінде қызмет етістеді. Кейін көрінбей кеткен соң сұрастырсам қайтыс болыпты. Өте талантты жігіт еді дейді. Міне осындай Балтабай Әділов дейсіз бе, Әділ Балта дейсіз бе, осындай жазушымыздың тарихы, өмірбаяны қысқаша осылай. Жақсы, келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Дәулет Арманович Көтті Қысқанбай болар.